101 сабақ, бірінші жаттығу. Берілген сөз табы туралы білгеніңді айт. Зат есім нені білдіреді, қандай сұрақтарға жауап береді. Заттың атын білдіретін сөздерді зат есім деп атаймыз. Зат есім кім, кімдер, не, нелер деген сұрақтарға жауап береді. Екінші жаттығу. Сөздерді оқы, әр қатарда берілген 5 сөздің қайсысы артық, неге? Бірінші қатар: Алатау, Алматы, Өзен, Маңғыстау, Жамбыл. Бұл қатардағы артық сөз өзен сөзі. Себебі өздеріңіз байқағанда қасындағы сөздер бас әріппен жазылып тұр, олар жалқы есім, ал өзен кіші әріппен жазылып тұр, ол жалпы есім. Сол себепті өзен сөзі артық. Келесі екінші қатар: елік, қояндар, алмалар, құстар, қаламдар. Бұл қатарда елік сөзі артық. Себебі қалған сөздер көпше түрде берілген, ал елік сөзі жекеше түрдегі берілген. Сол себепті елік сөзі артық. Келесі үшінші қатар: ай, айкүміс, атана, асық жілік, тасбақа. Бұл қатарда ай сөзі артық. Себебі қалған айкүміс, атана, асық жілік, тасбақа дегендер олар күрделі зат есім, ал ай деген дара зат есім. Сол себептен бұл қатарда сол артық. Үшінші жаттығу. Оқы, бұл үзінді қай ертегіден екенін есіңе түсір. Қарны ашқан күшік тауда қаңғып жүрсе, қасқыр жүгіріп келіп: ей күшік, мен сені жеймін депті. Қой көкешім, қой, әуелі мені тойғыз, содан соң жерсін депті күшік. Қасқыр: жарайды, жарайды, менің соңымнан қалмай ере бер депті. Бұл ертегі күшік пен қасқыр ертегісінен алынған үзінді. Бұл үзінді. Енді ертегідегі зат есімдер теріп, олардың түбірі мен қосымшасын тап дейді. Ертегідегі зат есімдер: қарны, күшік, тауда, қасқыр, көкешем деген сөздер. Қарны деген сөздерде түбірі қарын, қосымша. Тауда дегендегі сөздің түбірі тау, да қосымша. Күшік деген түбір сөзден тұрады. Қасқырда түбір сөзден тұрады. Көкешем деген сөздің түбірі көке, шім деген қосымша болып табылады. Енді ертегіні әрі қарай жалғастырып оқиық. Әрі қарай жалғастырайық. Екеуі бірге келе жатып бір топ сиырды көріпті. Қасқыр өзінің жолдасына қарап: маған қарашы, менің көздерім, құлақтарым, аузым, құйрығым қандай екен депті. Сенің екі көзің шоқтай қызарып жайнаған, екі құлағың жымиған, аузың араңдай ашылған, құйрығың артқы екі аяғың арасына қыстырылысып, жас шыбықтай болып майысқан депті күшік. Мен не қылар екем, соны қара депті де, қасқыр шапшып барып бір бұзауын тамағына жабысады да, тұмшықтырып өлтіріп, күшікті де тойғызады, өзі де тояды. Төртінші жаттығу. Қай сөздер көп? Жайық, бесік, жиренше, ертегі, тайбурыл, оқушы, көз, сөз табы. Яғни бұл жерде берілген жалпы есімдер мен жалпы есімдер. Бұл жерде көп бізде жалпы есімдер. Жалпы есімдер ол бесік, ертегі, оқушы, көз, сөз табы. Осыларды көшіріп жазамыз. Ал жайық, жиренше, тайбурыл деген ол жалпы есім. Жалпы есім үшеу, ал жалпы есім біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу екен. Сол себепті бұл жерде берілген сөздерде жалпы есімдер көп. Осыларды көшіріп жазамыз. Келесі бесінші жаттығу. Өлеңді түсініп оқы. Білмейді омар ораздар, жұмбақ сырлар біраз бар. Неге ұшпайды түйе құс, күрке тауық ораздар. Дақ бар неге күнде, соны айтпаса білім бе? Неге жалғыз тұрады көр тышқандар інінде? Қадыр Мырзали. Өлеңнен күрделі зат есімдер тап. Күрделі зат есімдер өлеңде түйе құс, күрке тауық, көр тышқан. Өлеңдегі сұрақтарға жауапты энциклопедиядан тауып жаз дейді. Алдымен түйе құс, күрке тауық, қораздар неге ұшпайтынын айтайық. Бұл құстардың денелерінен қанаттары ірірек болғандықтан ұша алмайды, және олар ұшпайтын құстар тобына қарасты көне дәуірден бері өмір сүріп келеді. Ал күндегі дақтар ол магниттік тартылыс белсенділігі әрекетінің жемісі екен. Ал көр тышқандар інінде жалғыз тұру себебі олардың көздері көрмейді. Мінекей достар, бүгінгі сабақ аяқталды. Каналыма тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Рахмет.